ұшақ. Мәскеуден Владикавказға ұшқан Боинг ұшағы аяқ астынан сол жаққа қарай қисайып, төмен құлдилай берді. Ұшақ ішіндегі жеңіл жүк сау етіп, жолаушылардың басына шашылып қалды. Ересек жолаушылар айғайлап, балалар қорыққаннан бақырып жылады. Жол серіктер сасқаннан, қатарласқан орындықтар арасын шарлап, дүліккен елді сабырға шақыруға тырысты. Әп сәтте шақшы, айғай-шу мен үрейге толды. Неткен өкінішті, әрі ақмақ өлім деп ойладым да, орындығыма шалқайып отырып, көзімді жұмдым. Бастан аяқ немқұрайлыққа шомып, түк істегім келмеді. Қозғалғым келмеді, тыныстағым келмеді. Осымен бәрі бітті деген ойдың жетегінде едім. Орыным қатардың шетінде еді. Сол жағымдағы қатарда сақалы аппақ қудай ақсақал отырған. Көзімді ашып, ақсақалға қарадым. Ол да маған бұрылды. Қорықпа, балам, бәрі жақсы болады деп жылы жымиды. Ұшақ құлап барады. Енді ештеңе де жақсы болмайды. Бәлкім, бәріміз жұмаққа түсерміз деп дәмеленбесек, дедім мен. Ақсақал бойын тіктеп отырды. Қолында таспих бар екен. Үндеместен сол таспихын санамалап отырды да, қайтадан жылы жымиып, қолын созып, басымнан сипады. Қолынан ыстық леп шығып тұрғандай еді. Жаратқанның пейілі кең. Біз міндетті түрде аман қаламыз. Қорықпа. Оған қатты сенгім келді. Дегенмен, ұшақ әлі де құлдилап келе жатыр. Дүрбелең басылар емес. Осы кезде кілт ұшақ шулы зорығып шықты да, бірнеше рет сілкінгендей болды. Сосын баяу сол қанаты көтеріліп, түзу ұша бастады. 1 минуттан кейін Боинг түзу ұшып келе жатты. Капитан дауыс зорайтқыштан бір двигательдің істен шығуына байланысты шұғыл түрде Налчик қаласына қонатынын хабарлады. Иллюминаторға қарап, бір шеңбердің бойында айналып жүргенімізді түсіндім. Ұшақ қона алмай 1 сағат қаланың үстінде қалықтап тұрды. Әзер дегенде жерге қону басталды. Ұшақ күрсілдеп әрең қонды. Жерге бар екпінімен тарс етті. Қайта биіктеп, қайта жер сызып, зорға дегенде тоқтады-ау. Қария 2 қолын көкке көтеріп, жаратқанға алғысын айтып жатты. Сосын маған бұрылып, көзін қысты. Ұшақтан түсе бастағанымызда қариядан: аман қалатынымызға неге сонша сенімді болдыңыз деп сұрадым. Немерем ауырып қалып еді. Бірнеше ай комада жатты. Дәрігерлері үміт жоқ деген. Бірақ жаратқан менің жалбарынған дұғамды естіп, 1 апта бұрын есін жиған еді. Енді жазылып келеді. Мен немереме ұшып бара жатыр ем. Баламды аман алып қалған
Құдай оны бір құшақтамай өлуіме жол бермес деп сендім. Жаратқанның пейілі кең. Қария маған жылы жымиып ұшақтан түсті. Ұшақтың бұзылғанын естіген қарсы алушылар Владикавказдан Нальчикке кеп алыпты. Жылап жүріп қарсы алды. Кішкентай інім ұзақ құшақтап тұрды. Ол құшағынан босатқанда: әуежайда бұл ұшақтың еш мүмкіндігі жоқ. Ұшақ құлайды, дымы қалмайды деп еді. Ал сен өте сабырлысың ғой. Сенде қазір шок па деп сұрады. Мен оны басынан сипадым. Көзімді қысып, бағана маған ақсақал жауап бергендей жауап қаттым. Ұшақ құламас еді. Шал баласын құшақтау керек болған ғой. Солай де, солай ма? Деп інім маған бір түрлі күдіктене қарады. Сосын біз үйге қайттық. Наташа Куляс.